Сәлеметсің бе, құрметті студент? Бүгін біз сізбен негізгі аспап баян пәні бойынша қашықтықтан оқыту сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы аспапшының дұрыс отырысы, оң жақ қол қойылымы баян аспабында және оң жақ баспа қатарымен танысу. Ең алдымен аспапшының аспапта қалай дұрыс отыру керектігі жайлы әңгімелесейік. Мінекей, өткен сабақта өздеріңіз баян аспабымен толықтай танысып шықтыңыздар. Енді аспапшы қалай дұрыс отыру керек? Ең алдымен ол үшін біз орындыққа отырамыз. Жартылай ғана, яғни орындықтың ұшына деп айтуға болады. Аспапты алдымызға алғаннан кейін өздеріңіз білетіндей оң иық және сол иыққа арналған екі белдігі бар. Осы екі белдікті біз алдымен иығымызға асамыз. Оң иығымызға және сол иығымызға. Тағы бір айта кететін нәрсе, бұл белдіктерде мынандай өзінің жаңағы ұзартып немесе қысқартып, өздеріңіздің иықтарыңызға жаңағы аса баянды денеңізге қысып жақын ұстамайтындай, немесе тым бос болып кетпейтіндей етіп өздеріңіз осы жаңағы белдікті реттеп аласыздар. Арнайы жаңағы белгілермен. Белдікпен иыққа асып отырғаннан кейін сол жақ қолыңызды, сол жақ мінекей мына жерде кіші белдік тұр, осы кіші белдікке кіргізесіз. Бұл жерде айта кететін нәрсе, сол қолды сол жақ белдікке кіргізген кезде, мына жерде біздің білеміз, білезік тұсымыз бар. Осы білезік тұстың дәл үстінде тұру керек белдік. Белдік егерде бұлай тұратын болса, қолымыздың дәл үстіне басып, ол қате болады. Немесе саусақтарымыз жетпей жатпау керек мына жердегі басқыштарға. Бізге міндетті түрде білезіктің үстіне, яғни қолымызды сол жақ баспа қатарының үстіне нақты шығарып тұруымыз қажет. Сонымен қатар бұл белдікті де өздеріңізге ыңғайлы етіп, тар болса ұзартып, кең болып жатса қысқартып алатындай арнайы мына жерде өзінің түймешесі бар. Жаңағы осы түймешені айналдыру арқылы қысқартып немесе ұзартып аласыздар белдікті. Мына жерде арнайы өзінің жаңағы үстінде тағы бір түймешесі бар. Бұл көрікті дыбыссыз ашып жабуға арналған. Жаңағы ойын ойнамаған кезде біз аспапты осылай осы кнопкамен ашып жауып аламыз. Көрік бұл аспапшы отырған кезде сол аяқтың үстінде тұру керек. Сонымен қоса оң жақта мынау тұрған гриф білесіздер. Грифтің төменгі жағы баянистің оң жақ аяғының ішкі жағына тіреліп тұру керек. Ол не үшін қажет? Ол бізге баян аспабын ойнаған кезде, ойын кезінде аспап алдымыздан жылжып кетпеуі үшін, нық тұру үшін қажет болады. Сол аяғымызды сәл-пәл алдыға жіберіп, табандарымыз еденге нық табан тіреп тұру керек. Және аспап денемізге қатты жабыспай, ортада кәдімгідей бір қол сиятындай кеңістік болу керек. Өзіміз иығымыз тік, арқамыз тік, сәл-пәл аспапқа еліңкіреп отырамыз. Мінекей жалпы аспапты алдымызға қалай дұрыс ұстап отыру керектігі жөнінде біз сіздермен әңгімелестік. Ендігі кезекте ойын барысында біздің қол қойылымдарымыз қалай болу керек? Олардың өзінің арнайы ережесі бар. Мысалы, оң қолды аспапқа қойған кезде өзінің 3 түрлі позицияда тұратын арнайы қойылымдар бар. Қолымызды
баспа қатарының үстіне қоймас бұрын шынтағымызды сәл-пәл көтеріп, ол да мінекей мына жерде біздің білезік деңгейімен қатарлас келу керек. Тым көтеріліп кетсе дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Тым төмен түсіп кетсе бұл да дұрыс емес, жаңағы орта деңгейде болу керек. Және ол ойын барысында бізге ешқандай да ыңғайсыздық тудырмау қажет, өзімізге ыңғайлы болу керек. Енді саусақтарымыз қалай тұру керек? Оң қолымыз ең бірінші гамма образды позиция деймін. Бұл жаңағы саусақтарымыз жоғарыдан төмен қарап тұрады. Мынау бізде бас бармақ деп аталады. Бірінші саусақ, екінші, үшінші, төртінші, бесінші саусақ деп аталады. Яғни біздің бірінші саусағымыз бұл грифтің артында тұрады. Ол мына сұқ саусаққа параллельді орналасады. Яғни сұқ саусақ төмен қарай жүгіріп басқыштарды баса бастағанда бас бармағымыз сол сұқ саусақпен бірге параллельді жүріп отыру керек. Саусақтарымыз төмен қарайды, шынтағымыз сәл-пәл көтеріңкі. Бұл бізде гамма образды позиция, бірінші позиция. Екінші позиция бұл бізде арпеджио образды позиция. Бұл кезде шынтағымыз әрине төмен қарай түседі, және саусақтарымыз баян аспабының корпусына параллельді түрде орналасады. Бұл бізде екінші позиция. Үшінші позиция, яғни үшінші қол қойылымы, бұл бізде керісінше саусақтарымыз енді төменнен жоғары қарап тұрады. Яғни бұл үш позицияда әртүрлі гаммаларды, арпеджиоларды, түрлі ойын барысында кездесетін әртүрлі ойындарда бізге бұл үш түрлі позиция қажет болады. Ендігі кезекте біз сіздермен баян аспабының оң жақ баспа қатарында до, ре, ми, фа, соль, ля, си жеті нотасының қай жерде орналасатындығы туралы жақынырақ танысайық. Алдарыңызда оң жақ баспа қатары. Ең алдымен сіздермен біз до нотасымен танысамыз. До нотасы бізде бірінші қатарда орналасады. Өздеріңіз білетіндей, назар аударыңыздар, бірінші қатарда екі ақ, екі қара, екі ақ, екі қара баспа бар. Осы екі ақ баспаның екінші тұрғаны бұл бізде до нотасы. Ереже бойынша до нотасын біз екінші саусақпен басамыз. Тыңдап көрейік. Бұл до нотасы. Келесі нота бізде ре. Ре нотасы бізде үшінші қатарда орналасады. Назар аударыңыздар, үшінші қатарда үш ақ, бір қара, үш ақ, бір қара баспа деп реттілікпен ауысып отырады. Осы үш ақ баспаның тең ортасында тұрғаны бізде бұл ре нотасы. Ре нотасын біз ереже бойынша төртінші саусақпен басамыз. Тыңдаймыз. Келесі нота бізде ми нотасы. Ми нотасы бізде екінші қатарда орналасады. Екінші қатарда екі ақ, екі қара, екі ақ, екі қара баспа болып реттілікпен ауысып отырады. Осы екі ақ баспаның бірінші тұрғаны бұл бізде ми нотасы болып табылады. Ми нотасын біз ереже бойынша үшінші саусақпен басамыз. Келесі нота фа нотасы. Фа нотасы бізде үшінші қатарда үш ақ баспаның үшіншісі. Фа нотасы төртінші саусақпен басылады. Келесі нота бұл бесінші нота соль нотасы. Соль нотасы фа нотасының дәл жанында, жаңағы екінші қатардағы ми нотасының дәл астында орналасқан екен.
яғни екінші қатардағы екінші ақ баспада орналасқан. Ереже бойынша үшінші саусақпен басылады. Ноталар тізбегіндегі 6-шы нота бұл ля нотасы. Ля нотасы бізде бірінші қатарда орналасады. Соль нотасынан кейін жайлап бірінші қатарға екінші саусақпен ауысамыз. Ля нотасын тыңдап көрейік. Ең соңғы 7-ші нота бұл си нотасы. Си нотасы қайтадан үшінші қатарға ауысамыз. Жаңағы үш ақ басқыштың бірінші тұрғаны бұл си нотасы. 4-ші саусақпен басылады. Міне осымен біздермен 7 нотаның баян аспабының оң жақ баспа қатарында қалай орналасқаны жайлы танысып шықтық. Келесі нота си нотасынан кейінгі қайтадан бірінші қатарға ауыссақ, ол тағы да до нотасы болады. Бірақ бұл до нотасы басқа бір биіктікте тұр. Тыңдап көрейік. Осындай реттілікпен ары қарай жалғастыра беретін болсақ, ре, ми, фа, соль, ля, си, до ноталары болып, келесі биіктіктердегі дыбыстар реттілігі жалғасады. Құрметті студент, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге үй тапсырмасына баян аспабының оң жақ баспа қатарындағы 7 дыбыстың орналасу реттілігін жадыңызға түйіп, еске сақтауыңыз керек. Сонымен қатар олардың дұрыс аппликатурамен, яғни саусақтарының дұрыс болу реттілігін қадағалаңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау, сәлематта болыңыз.